Мына спортшы секіру кезінде басын қатты соғып алады. Бұл 1988 жылғы Олимпиадада Грег Луганис алтын медаль үшін жасаған секірісі еді. Ол суға өте жоғары жылдамдықпен, шамамен 100 шақырым екпінмен кіріп, секіру сәтінде басын тақтаға қатты соғып алады. Бір сәтке бүкіл стадион іші тып-тыныш болып қалды. Бірақ күтпеген жерде ол судан қайта шығады. Дәрігерлер жүгіріп келіп, оның басынан ауыр жарақат алғанын, көп қан жоғалтқанын анықтайды. Жарақатына тігіс салынады. Сәтсіз секіруден кейін ол 5-ші орынға сырғып түседі. Көпшілік 80-ші жылдардың ең мықты спортшысы жарыстан шығып қалады деп ойлады, бірақ бәрі керісінше болды. Жарақат алғанына небәрі 35 минут өтсе де, Грег Луганис қайта трамплинге көтеріледі. Ішінде қорқыныш бар, бірақ мақсаты одан да күшті еді. Терең дем алды және қайта секірді. Сол секіріс оны алтын медальға алып келді. Бұл нағыз қайсарлықтың, табандылықтың белгісі. Егер сенде нақты мақсат болса, ешқандай кедергі сені тоқтата алмайды. Мен де күнгі ритуал жасауды әдетке айналдырып алдым. Таңда тұрғаннан кейін өзімді дамыту мақсатымда ойымды реттеймін, таза ауада серуендеп, шүкіршілік дәптерімді жазамын. Кейде қиын, кейде ерінемін, бірақ тоқтамаймын. Өйткені түсінгенім, үлкен жеңіс күнделікті кішкентай әдеттерден басталады. Сен де бүгіннен баста. Бір қадам, бір әрекет, бір өзгеріс. Сонда сен де өз алтын медаліңа міндетті түрде жетесің.